Менің атым Дария. Мен Достық мектебінің 10-шы сынып оқушысымын. Ұлтым орыс болса да, қазақ тілін екінші ана тілім деп санаймын. Ата-анамның достары, өзімнің достарымның көбі қазақ ұлтты. Осы тілді мен бай және көркем тіл деп білемін. Қазақ тілінде өтіп жатқан мектепшілік және аудандық байқауларға қатысамын. Қазақ тілінде ән айтамын, өлеңдер, мақал-мәтелдер жатқа білемін. Қазақ халқының салт дәстүрлері мені қатты қызықтырады. Менің мақсатым қазақ тілін жетік меңгеріп, сол тілде еркін сөйлеу, және оны менің парызым деп білемін. Менің атым Настя. Мен орыс сыныбында оқимын. Ұлтым орыс. Туған жерім Қазақстан. Мен қазақ тілінде жақсы сөйлеймін. Қазақстанда өмір сүріп жатқаныма және қазақ тілін үйренгеніме мақтан тұтамын. Маған қазақ ақындарының, әсіресе Абайдың өлеңдері ұнайды. Мен ғылым таппай мақтанба, өлеңін айтып берейін. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз.